Құтты таң күн. Ұйқым жақсы қанып қалыпты. Күшік, тұрсаңшы, жаңа күн басталды. Таң атып кеткен бе? Тез атады екен. Тұрсаңшы, жаттығу жасайтын уақыт болды. Қойшы, кейін жасайын. Менің ұйқым қанған жоқ. Таңертеңгі жаттығуымызды бастаймыз. Аяғымызды алшақ қоямыз. Басымызды бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал енді жуынып, тамақтануға болады. Мен бірінші тісімді жуамын. Жоқ, мен. Қандай рахат. Енді ұйқым қанды. Не істесем екен? Жақсы болды ғой, дәл тамақтанатын уақыт. Қайырлы. Қаншама дәмді тағамдар. Күшік, сен жаттығу жасадың ба? Ой, содан кейін жасай саламын. Менің тамақ ішкім кеп тұр. Бірақ олай болмайды ғой. Бірінші жаттығу жасап, содан кейін тамақ ішу керек. Айтады екенсің. Неге бәрі тура солай болу керек? Мүмкін мен олай жасағым келмейтін шығар. Бірақ ол дұрыс емес қой. Қойш соны. Мәссаған. Дәмдісін ай. Жақсы болды ғой. Қатты тойып кеттім ғой. Таңғы асты жақсы ішіп алдым. Оқуға баратын уақыт болды. Қазір басталады. Күшік, сен барасың ба? Жоқ, мен әлі жаттығу жасауым керек. Қалай? Сен жаңа ғана тамақ іштің ғой. Не болады екен? Тамақтан соң жүгіруге болмайды. Онда тұрған не бар? Қатты шаршадым. Ей, балалар, жүріңдер ойнаймыз. Қайдағы ойын? Біз демаламыз. Күн енді ғана басталды ғой. Қызық екенсіңдер. Күндіз кім ұйықтайды? Түстен кейін демалған өте пайдалы. Ол күш жинауымызға көмектеседі. Айтады екенсіңдер. Маған қарасаңдаршы. Күш деген толып тұр. Ойнағың келсе, ойнай бер. Біз демаламыз. Жарайды, өздерің біліңдерші. Опа! Ал енді мен. Хоппа! Ұстап алдым, міне былай. Күшік, бері келсеңші, ойнаймыз. Ойнай беремін бе? Шаршап кеттім. Одан да кішкене ұйықтап алайын. Қазір ұйқыңды қандырып алсаң, түнде қалай ұйықтайсың? Бір нәрсесін ойлап табармын. Қайырлы кеш, Күшік.
Сен неге әлі ұйықтамай жүрсің? Менің ұйқым келіп тұрған жоқ. Ай. Бір талай уақыт болып қалды ғой. Мейлі, содан кейін ұйықтап алам. Неге мен бәрін кесте бойынша жасауым керек? Олай болмаса, бәрінің орны ауысып кетеді. Өзің ойлашы. Бәрі ұйықтап жатқанда жалғыз ойнаған қызық емес қой. Я, дұрыс айтасыз. Бірақ менің ұйқым келмей тұр. Міне, көрдің бе? Сол үшін күн тәртібін сақтау керек. Ол қалай сонда? Күн тәртібі деген, ол бір тәулік ішіндегі ретімен атқарылатын істер. Ол тамақ ішетін, ұйықтайтын, демалатын, сабақ оқитын уақытты анықтайды. Неге олай? Қалауымызша жүруге болмай ма? Сенің ағзаң қай уақытта ұйықтайтыныңды, тамақтанатыныңды, демалатыныңды іштей сезіп, соны саған білдіреді. Ал егерде сен олардың бәрін өз уақытымен жасамасаң, қатты шаршайсың. Көңіл күйіңнің дұрыс болмауы, шаршауы, күшіңнің болмауы. Міне, осылардың барлығы күн тәртібін сақтамағандықтан болады. Мәссаған, солай ма? Мен оны білмеппін. Күшті сергек болып жүруім үшін бәрін дұрыс жасауым керек екен ғой. Ол үшін не істеуге болады? Таңертең сағат 7-де тұруың керек. Неге сонша ерте? Иә, ерте. Содан кейін жаттығу жасап, жуынып, тамақтануың керек. Таңғы астан кейін сәлде болса серуендеп қайтқан дұрыс. Бұл уақытта оқыған, немесе ой өрісті дамытатын ойындарды ойнаған жақсы. Мәссаған, бұл керемет қой. Серуендегенді ұнатамын. Содан кейін ше? Түскі ас. Түскі астан кейін демалып алу керек. 2 сағаттық демалыс шаршағаныңның бәрін басады. Ол сенің кешке дейін шаршамай, ширақ жүруіңе көмектеседі. Содан кейін тағы ойнауға бола ма? Әрине, ол нағыз таза ауада қозғалыспен ойнауға арналған уақыт. Ұйықтайтын уақытқа дейін ойыныңды қандырып, шаршағандықтан тез ұйықтай аласың. Сонда маған ғажайып түстер кіреді ғой. Мен бәрінде түсіндім. Енді мен күн тәртібін үнемі сақтап жүремін. Міне, жарайсың. Ал енді бара ғой. Ұйықтауың керек. Қайырлы таң, алтын күн. Сәлем, ботақан. Сәлем, сен тұрып алғансың ба? Я, бүгіннен бастап мен бәрін дұрыс жасаймын. Уақытымен тұрамын, тамақ ішемін, ойнаймын, ұйықтаймын. Мен сергек және күшті болып жүргім келеді. Жарайсың, күші. Қазір жаттығу жасауымыз керек. Тамақтануымыз да керек. Бәрі тәртіп бойынша.